Бүгінгі сұхбатымыздың құтты қонағы халқымыздың сүйікті әншісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет және парасат орденінің иегері, әнші, продюсер Майра Ілиясова ханым. Майра ханым, бүгінгі сұхбатымызға қош келдіңіз. Халқымыздың ұлттық құндылықтарының жанашырысыз. Осы салт дәстүрлеріміздің ішінде қай ұстаным, қайсы салты сізге өзіңіздің жаныңызға жақын, сол туралы айтып отырсаңыз. Рахмет Бақаргүл, сені де көргенім өте қуаныштымын. Сол ұлттық дүниенің барлығын біздің осы келешек жас ұрпаққа дейін таратып, көрсетіп, үлкен еңбек сіңіріп жүрген мемлекеттік қайраткерге арналған менің жақсы көретін сіңлілерімнің бірісің. Бизнесіңмен өзіңнің үлкен жұмыстарыңды қатар алып жүрген. Ұлт құндылықтары дегенде қай-қайсы болмаса маған жүрегіме жақын. Ол енді үлкен бір әлем ғой. Ол менің домбырадан Қайрат Қазақстан Республикасының халық артисі, қайталанбайтын әнші. Қайрат Байбосыновтың домбыра мектебінен, домбыраменен арқа мектебі. Ол біздің ұлттық керемет әшекейлеріміз. Ол біздің сонау Қорқыт атамыздан келатқан қазақтың қара қобызы. Ол қазіргі өмірге дейін жеткен жаңағы адырна, жетіген, сырнай, сасырнай, сыбызғы, тұяқтас, сол сияқты ұлттық аспаптар. Мына өзің жайнатып қойып отырған қазіргі кезде халық осы сувенирді көріп, сол ұлттық дүниелермен табысады. Жаңа өзіңе келе сап амандасқанда айттым, асығың алшысынан түсіп жүрген, асықтарың жарқырап тұр ғой деп. Сол асығы алшысынан түскен мықты қыздардың бірі өзіңсің жаным. Шақырғаның үлкен рахмет. Құндылықтардың қай саласы болса да ұлттық дүние маған ұнайды. Өйткені соның бір жақ пұшпағын өзімде илеп жүрім. Енді ол мен әнші болғандықтан менің қосқан үлесім, жалпы өзім өнерді мынау Жүргенов атындағы өнер университетін бітіргеннен кейін мен Сазген халықтық этнографиялық ансамбліне әнші болып қабылданғаннан кейін сол халық аспаптар музейінің ішінен соның ауасын жұтып, сондағы барлығын, Ақан Біржан атамыздың домбыраларын көріп, Әміре Қашаубаев атамыздың дауысын сол жерден естіп, Францияда ән салған. Содан бергі біздің Абылай Түгелбаев ағамыз музыка зерттеуші, Омар ағамыз, Омар үлкен атамыз болған енді, о кісі о дүние өкпекет. Оның бергі жағындағы кеше ғана осы дүниеден озған музыка зерттеуші Жарқын Шакариб ағаларымыздың әңгімелерін бәрін біз сол музейде естідік. Сондықтан соның бір саласы ән, домбырамен ән салу менікі. Қазірге дейін менің күміс көме жез таңдай деген домбырамен ән айтатын әншілердің үлкен тарландарынан бастап жас әншілерге дейін көрсетіп ән салғызатын жобам. Дұрыс айтасыз. Оның бер жағында өзіміз концертке тағып шығатын үкілі бөркіміз, оюлы камзолдарымыз, қос етек көйлегіміз, соның кейінгі айтып жатқан халық әндері, халық композиторларының әндері. Оның бер жағындағы жаңағы тағатын әшекей, білезік болсын, сырға болсын, өзіңнің қолыңнан да алып сырғаларын тағып, әдем-әдем фотосессияға түсетіміз. Осының бәрі мен ойлайын әртүрлі саласына жатады. Осы ұлттық құндылықтарды рас айтып отырсыз, бірақ осы жаһандану заманында қоғамның осы ұлттық құндылықтарға деген қызығушылығын қалай арттыруымызға болады? Енді сіз білесіз, мен білем, арттыруға атсалысып жүрміз. Бірақ көп елдер енді осы ақсап бара жата жаһандану заманында. Дұрыс айтасың. Білесіз. Осы біз жинала қалған кезде, біз енді алдыңғы үлкен буын ол Бибігүл Төлегенов апайымыз. Ол Ескендір Қасанғалиев ағамыз, ол Нұрғали Нүсіпжанов ағамыз. Оның ар жағындағы жаңа мен айтқан Біржан Ақан аталарымыздан басталып бері қарай Әміре атамыз, одан бері қарай Жамал Омарова, Рахия Қойшыбаева, дауыстары әлі Күләш Байсейітова, кеше ортамыздан кетіп қалған Роза Бағланова апайымыз, Ермек Серкебаев ағамыз, қазір ортамызда жүрген Әлібек Нишев ағамыз. Енді бұл ұлттық құндылықтар ғой шынында да. Содан бері қарай келатқандағы буын, қазір бізде ересек буынға жатамыз, ол дәстүрлі әндерді
туын жоғары көтеріп жүрген деп айтамын. қызығушылық. Бағдат Сәметенова, Майра Ильясова. Біздің дауыстарымызды қазір біздің артымыздан келе жатқан Айгүл Қосановалар. Одан кейінгі бергі келе жатқан мықты домбырашы, әнші, күйші қыздарымыз Айгүл Үлкенбаева. Мысалы, Айгүл енді орта буынға жатады ғой, ол есейіп қалды. Соны қазіргі замандағы жастар тыңдамайды. Біз соны көріп жүрміз. Машинаға кірсек, жастардың қасына барсақ, айтатыны, ол орысша әндерді естуші еді, қазір ағылшынша ғана тыңдайтын жағдайға келдік. Сол мен өткен жолы Бағдат Сәмеденова. Қызығушылығы жоқ болып қала ма деп. Қызығушылық емес, түсінбейді олар. Олар түсінбегеннен кейін қызықпайды. Оларға мынау Адольф Гитлер біздің бүткіл дүние жүзін басып алғысы келіп, оны біздің Советтер одағынан бастап сөйткен кезде айтқан екен. Бұлардың бәрін жаулап алу үшін бұларға жаңағы айғай-шу, шетелдің музыкасын айғай-шу, мән жоқ, мағына жоқ, музыканы қоя беру керек. Миларын улау керек. Сонан кейін де, одан кейінгі көптеген өздерінше белгілі тұлға болып біздің өмірімізде, ғасырымызда, бұрынғы ғасырларда өздерінің жаман қылықтарымен есте қалғандар да бар ғой, Гитлер сияқты, тек жақсы жағынан емес. Солардың бәрі солай улаған. Соны алғаш естігенде мен о кезде жасырақ кезім онша түсінбеп едім. Қазір біздің жастарымыздың миын улады. Немен? Күндіз түні қазақ ресторанына барсаң, тек ол Қазақстанда ғана, өзбек ресторанына, мейрамханасына барсаң, өзбекше ән айтып тұрады. Мен Индияда 15 күн болдым, 85 жылы Делидің астанасында. Сонда 15 күн 24 сағат Индияның музыкасы ойнап тұрды. Ал біздің Қазақстанда қай жерге барсаң, тіпті анау ауылға барсаң, орыс әні немесе жаңағы ағылшын әні. Қазіргі жағдайда сондай деңгейге жеттік. Сонда мен Бағдат Сәмеденова құрбыма өткен жол айттым. Екеуміздің дауысымызды да ертең музейге қойып қоятын жағдайға келеміз. Біздің әніміздің өзін қазір мына жас буын, тіпті мынау көріп отырған қыздарымыздың осы шамаластары тыңдамайды. Өйткені оларға жаңағы күндіз түні қойып, рекламада клипті түсіріп, жартылай жалаңаш сүйісіп жатқан қыз жігіт, тыр жалаңаш құшақтасып жатқан әншілер, ол мынау біздің Европадан келген, шетелден келген, Ресейден келген, қазір біздің небір еліктегендері сонша жартылай жалаңаш суретке түсетін қыздар жаңағы. Екі қабат болып қарындары шермейіп түсіп жатқандары да бар. Соны да мақтан қылып көрсетіп. Соның бәрін олар үш баланың анасымын. Менің күйеуім рұқсат бергенде біреу шермейіп түсіп тұрған суреттерін көрсетіп жатыр. Мұның әке шешесі қайда, бұның ата енесі қайда. Енді бұл адам жылайтындай нәрсе ғой. Сондықтан соған келе жатырмыз. Мен соған осы уақыттан бастап дәстүрлі әнші ретінде, домбырамен ән салуды бітірген Қайрат Байбосынов шәкірті ретінде, қазір де өзім шағын Майра Ильясованың өнер орталығын аштым. Мемлекетіме рахмет, елбасына рахмет, мені қолдаған. Маған Нұрсаядан үлкен ғимарат беріп, мен қазір ашып отырмын. Сол теңізге түскен тамшы сияқты. Сол жерде біз домбырамен ән салу, күй тарту, дәстүрлі әнге үйрету, қазақша ән салуды үйретіп отырмыз. 4 жастан жасқа шек қойылмайды, үлкен 30-ға келген қыздар да келіп. Сонда ұмытпаймыз осы жаһандану кезінде кішкене болса да біздің қолымыздан келгені сол. Ал ол мемлекеттік дәрежеде жасалыну керек. Мынау өзбек пен Индия халқын, басқалары да солай шығар, өзім көзіммен көріп, соларға таңғалатыным, мына жерде біздің Қазақстанға келіп отырып, Ресейде ашып отырып, мен Гуанчжу деген қалаға барғанда өзбектің мейрамханасына барып тамақ іштім. Сонда өзбектің музыкалары сол жерде шырқалып тұр ғой. Міне, олар уже санамызды өзбектің әнімен, жаңағы Индияның әнімен біздің миымызды уландырып тастаған. Біз индияша тыңдаған жақсы көреміз, Индияның киносын көреміз, ол бізге жағады, ол жақсы. Өзбекстандікі де біздің Азиямыз ғой, ол өзімізге жақын. Бірақ ағылшынша тыңдау деген, оның ішіндегі жаңағы адам оқымайтын әнді біздің қазір немерелеріміз соны тыңдайды. Батысқа да еліктедік, орысша сөйлейді. Еліктедік әйтеуір. Міне, біздің келіп жеткеніміз адам қорқатын әнші ретінде менің өте жүрегім ауыратыны, міне өзің де осы тақырыпты бүгін ашып отыр, ашқың келіп отыр, соған жетіп қалдық. Өзіңіз білесіз, сол мен де
ұлттық құндылық, оның ішінде салт дәстүр, ырым тыйым, наным сенім, осыны насихаттап жүрмін ғой. Неше жыл насихаттап жүрсің Бақаргүл? 20 жылдан 20 жыл сен осыны жасап келесің. Міне, сенің кереметтігің YouTube каналымды ашып, осы халқымыздың дәстүрін насихаттап жүрмін. Қамшының қасиеті, үкінің қасиеті, мысалы үшін біздің қасиетті дүниелеріміз көп. Құндылықтарды насихаттаудың қатарында мен өзі ырымға сенемін. Қазақ халқы ырымшыл халық қой. Сіз де өз өміріңізде қандай ырымдарға қатысты бір оқиғалар болды, соны айтып өтсеңіз. Өміріңіздегі оқиғаны түс көргенде, түстің кейбір айдай келетіні, сосын кейде бір нәрсені адам өтіп бара жатып, қарап, мысалы біз 6 жыл пәтерде жүрдік. Пәтер жалдап, күйеуім екеуміз, одан күйеуім бәрі жұмысын тастап, жас кезі ол спорт шебері және акробатикамен айналысатын цирктің. Бәрін тастап, қара құрылысқа жұмысқа кіріп үй алдық Алматыда. Соңға дейін пәтер жалдап жүрген кезде сазген ансамблінде істеймін, бір қолымда домбырам, бір қолымда ұлттық киімім, екеуі зілдей. Ол кезде неге екенін білмеймін, ұзын мынандай аяқ киім киіп аламыз. Қазір рахат қой, қыздар кроссовкимен жүреді. Біз ол кезде биік киюшек қой, ол сол кезде жаңа сән үлгісі болып саналады. Аяғым ауырып, республика сарайына жаяу келатсам, керемет үй салынып жатыр. Осы Алматы қаласының орталығында. Сосын үйдің қасына келіп, сумкаммен домбырамды бүйтіп, сүйеп қойып, әлгі үйге қарадым. Өйткені қараған себебім бұрышында жазулы тұр. Госплан дейді, мемлекеттік жоспарлау комитетінің үйі дейді. Менің күйеуім сол госпланның құрылысында істеп жүрген. Соның үйі дейді. Әлгі үйге көріп, аузым ашылып, 1-2 минут, 3 минут қарап, шіркін-ай, мына жерден үй алса ғой. Менің күйеуім үйдің очереті кеп қалды, кезек кеп қалды, үй аламыз деп айтқан ғой алдында. Осыдан үй берсе ғой дедім, кетіп қалдым. Республика сарайына әнімді айтып кешке келгенде күйеуім айтам. Сенің жұмыс істейтін орныңнан салып атқан бүгін үйді көрдім. Жаңағы ырым дегенге. Мен енді қарап, армандап қалдым, шіркін үй алсам деп. Сөйтіп, күйеуім айтып едім, күйеуім қалжыңбас өзі маған айтты, езуіңді сүртіп қой, ол ылғи министрлер, генералдар тұратын үй ғой ол, Совминнің үйлері. Ол жерде ылғи ақсүйектер тұрады. Біз құрылысшыларға бізге басқа жақтан беріп жатыр, сол жерден 9 этажды үйден аламыз деді. Содан ол ұмытылып қалды, 2 айдан кейін үйде отырсам, Бақытжан жолдасым айғайлап жүгіріп келатыр. Майра, Майра деп жан дауысы шығады. Не болып қалды деймін ғой. Сен отыр, қазір мен айтсам құлақ баласың, отыр орындыққа дейді. Отырып не болды десем, сен сол көріп 1 минут армандаған үйде маған үй беріп жатыр дейді. Міне, көрдің бе? Иә, сонда қазіргі бұл қазіргі психологтардың тілімен алғанда ой, мысль материализуется дейді. Ойлаған ойың ол ғаламға кетеді. Сосын біздің тілімізбен айтқанда, Алла тілеген тілегіңді береді дейді ғой, бәрі Алланың қолында. Аллаға да сенем. 5 уақыт намаз оқимын, бәріне сенем. Сөйтіп біз сол жерден үй алдық. Керемет. Сенген жақсы, өзі сондай. Сондықтан енді ырымға келетін болсақ, менің өзімнің күндерім бар. Мен сейсенбі күні ешқай жерге бармаймын. Құжат жасатуға, қол қойғызуға. Мен дүйсенбі күні мен қазақтың жұма күні барам. Жұма күні. Ал кейбір кезде сәрсенбінің сәтті күні ғой деп. Енді сондан өзім білмеймін, өзімде сондай бір орысшар айтар, чутьем бар. Мына сезінем, аяғым тартпаған жерге бармаймын. Бүгін маған кейде туыстарым көп қой. Көке, сіз маған бүгін барып анау мұғалімдік орынды сұрап берем деп едіңіз ғой, сіз ана акиматқа барып бірнеме істеп берем деп едіңіз ғой, или өзім бір қол қойғызуға барам ғой. Сол тұрғанда мен кейде өзім киініп, лепілдеп кетіп қалам. Ол күні қолда қойылады бәр. Ал тартпайым, елгі бүйтім, барсам бекен, бармасам бекен. Бүгін барайым ба, бармайым ба деп ой келді, мен бармайым. Ол менің күнім емес. Енді мына әшекей бұйымдарыңыз, ұлттық киімдеріңіз соған көшейік, иә? Жақсы, жақсы. Әшекей бұйым, ұлттық бұйымдарыңызда енді сөз жоқ, иә? Бірақ сол әшекей бұйымдарды, ұлттық киімдерді тек қана сахнада, наурызда ғана тағып жүрмей. Дұрыс айтасың. Күнделікті өмірде қолдансақ, соны қоғамды қалай баулаймыз, соны насихаттап, сіз насихаттайсыз, мен насихаттаймын, бірақ көптің барлығын соған баулу үшін. Баулу мүмкін емес. Бірақ тырысуға болады. Мен де тура осы ойда өзім де ұлттық киімді наурызда киемін.
халықтың дәстүрлі музыкасы туралы концерт болса, мен ұлттық киіп барамын, ұлттық киім киемін. Бірақ өмірде мен бөрік киіп, шашыма шашбау тағып, мен солай жүрмеймін, мысалы. Ал соны кейде өзім бір ойға кетіп ойланатыным бар. Осы мен неге осындай қазақтың әдемі киімдерін кимеймін? Киіп келсең бір жерге бәрі таңғалады. Шашбауымды ұстап көреді, шашымды көреді, ұлттық сырғамды ойпырмай қолыма дейін сипалап бәрі домбырамның үкісін ұстайды. Ал енді оған менімше жаңағы дизайнерлер жұмыс істеу керек. Қалай дейсің бе? Біз мысалы ұзын ұлттық киіммен, камзолымызбен, баяғыда қазір енді машинамызға отырғанда ыңғайсыз. Біз бұрын автобуспен жүретінбіз, енді ұлттық киімді киіп сөбелеңдетіп, сен автобусқа бәрі бірін-бірі итеріп кіріп жатқан кезде киіп көріп, етегі бір күн жыртылып қалады. Сол үшін дизайнерлер соны ыңғайлап, кәдімгі мына тұрмыста, күнделікті тұрмыста қалай кисек, мысалы шалбар киіп, шалбардың сыртынан камзолды, мынау қазіргі неге бізде қалай қазіргі тігінші дизайнерлер жасап жатыр ғой, соның неше түрлі. Бірақ соны әлі де особенно мына жастар киетін үлгіні сәл өзгертіп барып жасау керек. Ал кейбіреулер киіп жүреді, таңғаласын киіп кетіп бара жатады. Жаңғырған түрлерін. Бізде бұрынғы ата бабаның қол өнерін жаңғыртып заманға байланысты жасап жатырмыз ғой, сол сияқты ұлттық киімдерде енді. Бірақ бізде сол ұзын көйлек, шөбеленкі кейде бұл баттайтып ой усақ қояды. Кейбір оюлар қазір енді оны білетіндер, білмейтіндер қазір мысалы өз оюдың өзі бөлінеді ғой. Киімге салатын ою, киізге, текеметке салатын ою бар. Әртүрлі ою бар ғой. Етікке салатын оюды камзолға сақ қояды кейбіреулер. Ол әрине мынандай арбиып, сарбиып көрінгеннен кейін оны кім алып киеді? Соның бәрін ал қазір мысалы жай гүлді көйлектер шығып жатыр, керемет, маған ұнайды. Қазақтың бұрын гүлді көйлектер жең ұзын, жағасы бар, мына жерден белі бар, етегі кең. Неше түрлі гүлді көйлектер шығып жатыр. Мен сол гүлді көйлекті ең алғаш рет Кореяда көрдім. Оңтүстік Кореяға барғанда аузым ашылып қалды. Сол көйлек сыртынан қара камзолды кисе, гүлді көйлектің сыртынан. Камзолдың өзі бір гүлді көйлек бар, камзолды киген кезде бәрі керемет. Бірақ сол камзолдың өзін біз әлі әртістердің камзолы сияқты кет бәрі. Олай қып тікпеу керек. Камзолдың өзін кішкентай ғана қып, мына қыздар кигенде белдері қиылып шыға келетін қып, оның бір әдемі бір жерлері болып, ойбай деп кетінде қып кию керек. Жаңа өмірге лайықтап тігу керек. Оюыңды салсаң да, ал енді анандай қып кемпір байыз киіп, салақтатып барып иған оюларды іліп қояды, оны кім алады? Енді Құдайға шүкір, әзір тігіншілер, дизайнерлер отандық өнімдерде көбейіп жатыр ғой. Жақсы, Құдайға шүкір, жаман емес. Солардың арқасында дәріптеліп те жатыр. Бізде өте көп сондайды қолданатын Аида Кауменова. Ою бар деп айта алмаймын, Салтаның киімдері маған қатты ұнайды. Сосын Аэлита деген қыздың концерттік киімдері ұнайды маған, дизайнердің. Мысалы, әрбір әнші өзінің сүйікті дизайнері бар, сонымен киінеді. Ал бірақ неге сен Аидаға барып киінбейсің, сен неге барып ана тағы көп қой енді соларға киінбейсің деп айтуға болмайды. Әр адамның дене бітімі бөлек, әр адамның жаңағы талғамы бөлек. Біреу толық келеді, оған тағы біреудің киімі жақсы, біреулер бойы ұзын арық келеді. Енді қалай оны ананың киімін барып сен ал деп айта алмайсың. Сүйгенін киеді әркім өзі. Бірақ аз-мұз біздің осы қазіргі рынокта 20% ғана сондай ұлттық киімдер бар бізде. Тағы да кішкене көбейтсек, соны көбейтіп артық. Тым құрмағанда 50-50, тым құрмағанда 70%-ға жеткізсек керемет болар еді әрине. Қазіргі мына жаһандану заманында салт дәстүрлерімізде көптеген өзгеріске ұшырап жатыр. Мысалы үшін сізді қыз ұзату тойына, сүндет той, тұсау кесу тойларға шақырып жатады. Сол кездегі салт дәстүрлердің әзіргі заманға сай өзінше өзгеріп жатқандарына қалай көз қарасыңыз? Енді кішкене бұрынғы салт дәстүрімізді бұрмалау да бар, сол жерде. Бұрмалағанда енді біздің өкінішке орай заманның түлкі болса тазы болып шал дейді ғой. Бұл мысалы қазір қыз ұзату, қызды кіргізу, қызды шығарып салу, бұл енді таза әртістер жасайтын нәрсеге айланып кетті. Сондай болып кетті. Бұны ешкім зерттеген де жоқ. Бұны біреу жасады, сосын ана күшті әдемі мынандай бір жұрт таң қалу үшін бұған небір әсерлі нәрселер қойып сөйтті. Енді осының ішіндегі маған ең ұнамайтыны сыңсу.
Сыңсуды бұрынғы Қыз кезде өзі орындау керек қой, жылап иә. неге шығарып салған? Бұрынғы кезде бір бой жеткен қызды өзі білмейтін, мысалы қай жердің қызы дейік, ұлы жүздің қызын алғанда анау Найман еліне жіберген. Ол қыз ұзатылып кете берген, қанды ауыстыру үшін дейді, басқа тұқымды күшейту үшін дейді, неше түрлі деп айтады ғой енді. Сол кезде мына жақтың қызын ана жақтың жігіті алған, олар атпен, арбамен жеткенде 2 ай, 3 ай жүріп жететін жерге қызды жіберген. Енді ойлашы, ол 10 жылдан кейін келе ме, 4 күніне, әке шешесіне 5 жылда келе ме, ол жылайды, және ол білмейді, өзін білмейтін, мүлде түрін көрмеген біреуге кетіп барады, ол шалға кетіп бара жатуы мүмкін, ол бір байдың баласына, ол бір сирағы шыққан жаңағы тоқал болып кетіп бара тұр мүмкін. Сонда елін қимаған әке шешемді енді 1 жылда көрінбе, 10 жылда көрінбе деген қыз жыламағанда несі қалды? Сонан жаңағы жылауды сол кезде айтқан, сыңсуды. Ал қазір біздің сыңсуды, мен енді тойға барғанда, мен өте жиі барамын, қызды шығарып салам деп айта алмаймын. Негізі мен өзімнің қызыма, өзімнің бір тал қызым ұзатылғанда мен қызыма деген ән жаздыртқам. Сол қызыма деген әнге шағын клип түсіргем. Ол үйде жататын, мен оны еш жерде көрсетпейтінмін. Кейінгі кезде бірдекілі таныстарым алып, көрсетіп, әншілер алып айтып, содан Гаухар Әлімбекова бастаған Ақбосаға дегенді жазды ғой деймін. Сөйтіп қазір қыз ұзату ол кәдімгі ақша табатын неге айналды. Ең алғашқы қызыманы мен жазғам әншілердің ішінде. Менен кейін басталды. Менен кейін іле-шала Ақбосаға деді ма кім? Гаухар Әлімбекова шығарды әдемі. Одан кейін әдемі қыздар айта бастады. Бірақ сол кезде барып тұрғанда құлағым шалып қалады. Қазір кетесің, мына жерде тұр, ойбай жолдарын салады. Ана сәукелен киіп, сен қазір жыла дейді. Ол қазір 1 сағат 15 минутта күйеуінің үйіне бара салады. Ертесінде бір күннен кейін жүгіріп шешесіне келеді, ол неменеге жылайды? Өзі ұнатып, күйеуге шықтың ба жоқ па деп жүгіріп кетіп бара тұр ғой. Соған айтады, жыла дейді. Сонда сыңсудың не екенін біздің қазіргі той жасап атқандар, қыздың әке-шешелері өздері түсінбейді. Сыңсу баяғыда біздің апаларымыз ұзатылып, содан 10 жыл көрмеген, мүлде төркініне келмей қаза болып кететін келіншектер болған ол кезде. Олар сыңсып жылап кеткен, өмір бақи жылап жүрген туыстарын сағынып. Бұрыс күйеуге шықса, ат арбасымен бір 10 жылда бір әкеп көрсетіп, 1 ай жатып кететін кездер болған. Жақынырақ ауыл болса 2-3 күн, 2 емес, 1 ай, 2 ай, 1 жылдан кейін келіп кетеді. Әрине қыздар жылайды. Сол сыңсу осы жылатып қояды, бір сүмірейіп қыздар өтірік бүйтіп кетіп бара жатады. Жасанды соның бәрі. Ал бірақ әдемі сыңсумен қызды шығарып салуға болады, жасанды түрде. Сосын тойда мен ойлаймын көңілді ән айтылу керек. Сыңсудың өзі көңілді болу керек. Сен бақытты бол, сен қосарыңмен қосағар. Зарлап айтпай-ақ оны. Дұрыстап қоштасу рәсмиятын әдемілеп өткізсе де болады ғой. Болады, бірақ оны тұрғызып қойып жылату, әрине. Енді жақсы әнмен тербетіп басқадай жасау керек. Басқадай жасау керек. Сондықтан мен толық қосылам айтқаныңа, бірақ оны сәл өзгерту керек. Мен өзім өтірік қыздың жылап тұрады, несінің артынан, сәукелесінің астынан сығалап күліп тұрады. Басқа босаған аттап жатыр ғой. Нақ қоштасып кету керек қой. Мен өзім қызыма кетерді айттым, қызым жылама дедім, өтірік жылаудың қажеті жоқ. Сосын бір барлық туыстарым айтым, олар тұрып бір өтірік жылайды ғой ана жерде. Жылау керек қой енді. Сценарий бойынша жылау керек. Өздері түкте, олар қазір 100 грамм ішіп билесек, той бітпесек, бір ары қарай біраз билесек деп тұрады. Нағыз сезім болу керек қой. Расында да басқа босағаның есігін аттап жатыр. Айтсын суды, біздің қалалық шақпен қоштасты. Біздің әншілер қандай? Жазира, Құралай, біздің жаңағы кім жақсы әнші қызымыз Мөлдір Әуелбекова, қандай керемет сыңсулары. Салтанат Бақаева да айтып, қазір барлық Әйгерім де айтып жатыр, Роза Әлғожа да айтып жатыр. Әндері өте жақсы, керемет. Оны бірақ жаңағыдай қызды, ол әншілердің кінәсі емес. Олар бір қолынан ұстап, қызды аралатып, бәрі жарасымды. Бірақ ана жерде тұрып, қазір кетіп барқанда жылауын керек деп өтірік жылатудың қажеті жоқ. Тура сондай ана тұсау кесер тойда
баланы енді жүгіртеді ғой, жолы ашық болсын деп. Керісінше кедергі тастап, доллар машинаның кілтін тастайды алдына. Ал енді ең кереметі кәмпит шашпау керек. Кәмпитті ұстайды бала. Ол тәтті жегісі келеді ғой. Ол домбыраны да қалмайды, долларыңды да алмайды, кейбіреулер тықпыштайды. Ол баланы еңбектетіп жіберсе өзі барып алады. Ал мен ылғи айтам, сіздер кәмпит шашпай тұра тұрыңыздар. Қанша өзім барам, маған да тұсау кестіреді, сол кәмпит артынан шашыңыздар деймін. Кәмпит шашқан бала ештемеге қарамайды, кітапқадан бастап кәмпит алады да кәмпитін жеп отырады рахаттанып. Қызық жағдай енді, бірақ не жасаса да үлкен тойда әркім керемет болса екен дейді ғой, бұрынғы тойдан. Дәстүріміздің түп нұсқасын өзгертпеу керек, бірақ сыңсу меніңше ана жерде жылап өтірік жылаудың қажеті жоқ. Өте заманның өзгерісіне ұшырап кету заман. Тағы да біздің қазақ халқының салт дәстүрінде мынандай әшекей бұйымдар тағып жүру тіл көзден сақтайды дейді. Сіз халықтың алдында жүрсіз ғой. Сол кезде осы тіл көзден сақтану дегенді ұстанасыз ба? Тіл көзге сақтайды, әшекей бұйымдардың қасиеті тіл көзден сақтайды дегенді ұрынғаны сенесіз бе? Жоқ, мысалы, мынау тағып тұрған нәрсең көзден сақтап қалады дегенді мен сенбеймін ондайға. Бірақ былай, мысалы, адам бір сұқтанып қарап қалғанда, бір жалтыр тағып тұрса, бізге де сөйтеді ғой, сахнаға шыққанда да біз көбірек тағып аламыз. Тіл бас жарады, бас жармаса, не дейді? Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады дейді. Көз түйетін бар. Көзден қайтыс болып кететін кішкентай балаларға таңдам болмайды. Кейбір адамдардың көзі өзі өткір болады. Балаға таңғалғанда менің өзімнің осыдан 30 жыл, 40 жыл бұрын кішкентай немере ағамның баласы қайтыс болып кетті. Сонда үйге ақсақал келді, құдамыз үлкен дәу кісі болатын. Сол мына баланың сүйкімді сай деді. Ана кісі кеткеннен кейін 1,5 жастағы қыз шырылдап қолда-аяққа тұрмай, өз балпанақтай көзі мынандай әппақ сәби болатын. Қолда-аяққа тұрмай 1,5 сағаттың ішінде қайтыс болып кетті, арқасы қап-қара болып кетті. Соны біз түсінбей қалдық не болған. Ертесінде сол атамыз үлкен дәу кісі еді, өзі атқа мініп келді, жанындағы ауылда тұратын. Ей, қақпас, атта айғайлап келатыр үйдің алдына келгенде. Мен баламын ғой, есік алдында жүрмін. Ей, қақпас, мен кәрі қақпас, мен оңбаға, менің көзім түйді балаға. Мен балаға таңданбаушы. Мына балаға кеше жай сүйкімді деп. Ей, қақпас, мен өлтірдім деп теңселіп түсті аттан. Үлкен кісі. Сол кезде мен ойладым, әлімге дейін сол менің санамда қалды. Жапалата деген кісі болатын. Менің әкемнің туған қарындасының атасы еді сол кісі. Сол кісі келіп, жылап, кешірім сұрап біздің ағаларымыздан. Сол кісінің көзінен бала 1,5 сағатта қайтыс болып кетті. Не? Міне, көз деген ол бар. Бірақ енді дәп қазір біз тағып жүрген осы әшекейіміз, ұлттық нелеріміз біз барғанда бізді көзден сақтап қалады деп мен айта алмаймын. Бірақ ерекше жалтырап тұрады ғой бір. Ерекше болды. Бірақ сәл-сәл не? Жеңілдету мүмкін. Бірақ жаңағы, егер ол адам жаңағыдай көзі баланы өлтіретіндей көз түйетін адам болса, ол оңдырмайды. Оны әшекейің сені сақтап қалмайды. Бірақ сонда балаға тұмар тағып қою керек еді. Тұмар тағылады, дұрыс, оның бәрін. Мен жақсы қараймын. Қазір бірақ тұмарды дұрыстап оқып жазып беретін адам да қалмады ғой. Қазір бізде діни сауаты бар. Ақша алу үшін неше түрлі сүйкөкті өтіп беріп, ойбай сұмдық деп пәшкілеп сатып атқаны қанша. Ауызы дуалы адамдарға оқытып алу керек. Ол кісілер азайып келе жатыр. Оларды солай болу керек. Тіпті болмағанда, мысалы, міне жаңағы сен айтқан көз түймеу. Бала келгенде баланы үлкен кісілердің көзінен жақсы киіндіріп, топқа жібермей, бөлектеу ұстаған дұрыс. Жаңа туған баланы қырқынан шыққанша неге ешкімге көрсетпейді? Өз үй ішіндегі адам болмаса, бөтен адамдар келгенде есікті жауып, кейбір адамдар. Мынау балалары шетінеп тоқтамай жүрген адамдар тіпті ешкімге жасқа толғанша көрсетпей ұстап қорқады. Өйткені адамның көзі тиеді. Бірақ мен айтып отырғаным, мынау біз киіп кеп қазір соны сақтап қаламыз, мына сырғадан деп айта алмаймын. Жаңа көз тиетін адамдардың өздері байқап сөйлеу керек, балаға сұқтанбау керек. Өздері біледі ғой көздерінің өткір екенін. Сондықтан тойға бүйтіп селкілдетіп балаларды алып жүреді. Оны жарқылдатып, мен оған қарсымын. Инстаграм парақшаларында ол да мүлде дұрыс емес. Тіпті балалардың жалаңаш тұрған бейнесін көрсетіп жатқан әртістер. Мен өзім білетін, мен де соған қарсымын. әнші сіңілілеріме, өзім білетін адамдарға Инстаграм анамға сала бермеңдер деп айтам.
Айрым баласына парақша ашып қойғандар бар ғой. Бар ғой. Енді күнде баласының қылығын салып отыр. Иә, ол адам өзіне сенімі мол, ол іштеме болмайды. Ол да дұрыс шығар. Сенім алып шығатын шығар. Аналық күш алып шығатын шығар оның, деп ойлаймын. Ал мен қазір тұмарлары бар шығар. Оны білмедім. Енді ол балаларды мен бір екеуін білем, бірақ олардың балалардың мойнында тұмар жүр деп айта алмаймын. Бір күш бар, сол ананың күші шығар сақтап тұрған. Қанша көрсетсе де арқасы мықты ана болу керек. 100 мың подписчигі бар ол балалардың да. Әрине аман есен жүр ғой, Құдайға шүкір. Жұлдыз болып. Ол енді әркім әртүрлі. Оны әрбір ана өзі шешеді. Оған сен сөйттің бүйттің деп біз айта алмаймыз. Ал мен өзімнің 4 немерем бар, Аллам берген. Басы 11-ге келді, аяғы енді 3-ге толады. Мен бір рет инстаграмыма салған емес. Менің де біраз оқырманым бар. Бір рет ватсабыма салып жібермеймін. Ешқашан айтпаймыз. Және менің күйеу балам да, қызым да, құдағиым да өзіміз келіскенбіз, бізде ондай. Мен салмаймын. Дұрыс айтасыз. Тағы да ана өнер адамдары, балуандар, әйгілі адамдарға түкіртіп алу деген салт дәстүріміз бар ғой. Оған қалай қарайсыз? Енді балаға түкіртіп алу деген. Балаға түкіртіп алу деген жақсы қасиеті. Енді ол менің өзімнің басымнан өтіп жүрген нәрсе, және мен өзім түкірген балалардың ән айтып кеткенін көрдім. Енді өзім таңғаламын сонда. Ырым, сондықтан халқымыздың дәстүрінің ырымға сенетін, өзім сенетін ырымдар да бар, сенбейтін ырымдар да бар. Мысалы, бірінен айтайын, Алматы облысында жасырақ кезім Бала Топар деген жер бар. Алматы облысының ең алыс аудандарының бірі. Сонда барғанда үлкен әже, мен домбырамен ән айтып болғаннан кейін, кішкентай 2 жаста ма, 1,5-да ма, білмеймін, бір кішкентай баланы алып шықты. Сөйтті де өзі мынандай үлкен әже екен, өзі қатты сөйлейтін, адуын кісі екен. Әй Майра, әкел микрофонды деп, прям қолымнан алып, халыққа қарап. Мен мына Майра қыздың әнін жақсы көрем. Мына кішкентай немеремді алып келдім. Қазір сен мұның аузына түкіріп бересің дейді. Маған. Ол жиі болады енді. Ол жас кезім ғой алғаш. Сосын микрофонды алып айттым. Апа, жарайды, түкіріп берейін, бірақ бұлай ауызға түкір дейді. Мен айттым, ол не гигиенична дедім. Менің бір ауруым бар шығар мысалы. Туберкулез шығармын. Мен оны ана балаға түкіріп кетсем, ол бала ауырып қалады ғой. Сол сияқты көрінгенге түкіруге болмайды. Мен өзім солай деп ойлаймын. Сөйттім де баламды маңдайынан сүйдім, бетінен сүйдім де қоя беріп, әй Майра деді, аузына түкір деп айттым ғой деді. Дедеңдетіп баланы қайтадан алып келді. Мен микрофоннан айтып жатырмын, мен түкірмей ақ қояйын, апатай сіз ренжімеңіз. Ана баланы тура битіп қояды. Сөйтіп апаға битіп, жарайды апа дедім де енді. Биттім де түкірген жоқпын. Аузына барады, пә дедім. Апа түкірдім деп қоя бердім. Сөйтіп апа өйтуге болмайды, балаңызды нетпеңіз, ол дұрыс емес, әркімнің организмі әртүрлі. Бір 5 жылдан кейін тура сол ауырға концертке барғам. Бір кезде бірінші класс оқитын қыз ба, бір қыз дедектеп, бір апа шығып келеді, қарасам сол апа. Әй Майра, сен түкіріп ең, мына қызым өлең айтып, менің немерем өзің түкірген деп алып келді. Әгі балаға микрофон бар, әгі бала өлең айтып тұр ғой. Тұқымызда жоқ дейді, ешкім өлең айтпайды дейді. Міне, сен түкірмей қоймең дұрыстап. Бой бермей түкіртіп ем, міне балам, осындай болады. Менің бұдан көп осындай жағдай. Айналып кеп бір кезігіп атсам, кейде телефонмен айтып атады. Майра апай, сіздің аял қызыңыз өлең айтып жүр, билеп жүр деп сөйтеді. Мен ойлаймын, енді бір ырымның да бір сәттері болады. Қайталанып атады. Дұрыс, мен жалпы өзім ырымға сенемін. Болмайтын заттарды істемеймін. Қазақ ырымға сенемін. Иә, Майра апай, бүгінгі сұхбатыңызға рахмет. Құрметті менің көрермендерім, оқырмандарым, бүгін тамаша сұхбат болды деп ойлаймын. Егер де біздің сұхбатымыз сіздерге ұнаса, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube арнама тіркеліңіздер, жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Құрметті менің оқырмандарым, бүгінгі сұхбат сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, жазылыңыздар, тіркеліңіздер және пікір қалдырыңыздар. Келесі жолы кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар, ұлттық дүниемізді сақтайық, қастерлейік.